Біздерде кезекті жөндеуге мынандай ГАЗ-53 автокөлігінің стартері. ГАЗ-53 автокөлігі вакуум, моторын ауыстырып, бензиннің орнына дизель қойған ғой. Дизель трактор МТЗ-80 ба, МТЗ-82 ма, 24 вольттық үлкен мотор, 4 цилиндрлік рядный. Но соның сәртір 24 вольт. Мотор ауысқан машинаның. Енді сәртірдің жағдайы ондай қатты мәз емес. Себебі механический жағынан кеткен. Мынаның передний корпустан мына жерінде мына болт жүретін, ішінде канавка болады. Мына бос жүр, сынып кеткен ана жер, тесік үңірейіп тұр. Одан қалды екінші жағы мына жағы резьбі болады мына жерде. Мына резьбі мынаның ішіне тұрады. Сосын сыртынан гайкамен фиксируется. Резьбі жоқ мына жерде, резьбісін жұлып алған. Ол бір. Екінші нәрсе мынаның вилкасы. Вилкасының бастары жеңіліп қалған, бұның жарасы жеңіл, басына сварка көтеріп жіберуге болады. Басқа мына екі вилканың екеуінің де сол бастары жеңіліп қалған, запасқа алып келген вилкалар ғой. Бұлар да аспайды пайдаға. Бендекс қатып жатыр. Іші деген қарысып тұр, не алға жоқ, не артқа жоқ. Бұлар сосын енді ашылады ғой бірақ енді. Сонда даошын бендекс кеткен мынаның. Мына екі бендекс, бұлар бендексті екеуі де сарбайт еткен. Бұл екеуі де жасамайды әуелдегі бендекстер. Енді қалған жағы жақсы. Обмоткасы жақсы, паразомкаға шығып тұр. Счеточный узел жақсы, счеткасы жақсы, якорь жақсы. Ойында нелер втулкалар бар, олар жақсы. Корпусында втулка, задний корпусында втулка, беліндегі. Ол да жақсы. Тяговый шерлесінде ашып тастадым. Бейтағы жақсы мынаның ішіндегі, сосын екеуі шығып тұр. Бұның енді мына болттары желініп қалған, бастап кеткен. Мынаның желінбегені екінші жағын аударып салуға болады былай. Екеуінде. Бүтін жағын. Бұның жарасы жеңіл. Бірақ бұның мына механический корпус, бендекс және мына вилкасы кеткен. Сәртірдің манаға резьбісі кетіп қалған жерге мына жеріне гайка салдым. Гайка салып, дополнительно сваркілетіп тастадым оны. Мына енді резьбісі қалың болуы мына стенкісі деген. Өзінің стенкісі бар, сосын гайканың стенкісі бар. Сосын мына жерден салған кезде ертеңгі күні до конца тығып жібермеймін мына болтты. Айналып тұр, қазір резьбісі бәрі жақсы болып тұр. Усилитель апарып қоямыз, чтобы мына стенка корпус осыған тірелгендей болттың басына, но биік іші. Ана анша шығып тұр ішінен. 5 мм шығып тұр мұна. Но ұстайды вилканы. Вилканың басына мынандай алып сварка құйып қойдым. Сварка құйып жайлап қайраватым мына. Осыны келтіріп. Мынаның басына бұды соғып құйып жүргізіп қойдым. Мен мынаның іші жақсы болса, бендекс қайтадан салуға болады. Сәртірдің негізгі жұмысын жасап болғаннан кейін біздерден тазалау процесі. Бұны видеоға түсірмеуге болмайтын болды, себебі мына жерінің бәрі деген жатып қалған сәртір ғой, лас өте. Андай темір шүтікпен вручную тазалайтын болам. Қатты ысқылау арқылы мына массасына шейін бару керек осылай. Өте қатты ысқылау керек болып тұр. Сәртірге новый бендекс келді. Новый бендекс якорьға отырғызып қойдым балдың басына. Сыпылдап жақсы жүріп тұр. Мына жағының бәрі полный тазаланды, массалатын жерлері, корпустың массалатын жері мына жағы. Шөткімен алып оны ар жағын болгаркамен құртсадым. Сен отырып қалған болды. Корпустың бәрін мына жерін. Сосын мына отанадағы вилка басына сварка көтеріп мынандай алып. Егеп қойып тұрмын үлкейтіп. Мынандай алып. Себебі мынадан желініп қалған болды, өте кішкентай болды. Сәртірді жинап енді тексеріп көретін боламын. Сәртірдің мына якорь обмотка жағын жинап алып келіп тексеріп көрейін деп тұрмын. Себебі жасалған жұмыстың нәтижесін көру керек. Тяговый шерлесін салған жоқпын, өзім тексерейін деп тұрмын. Ал, бисмилля, көреміз. Сәртірдің мына жағы өте жақсы жұмыс жасап тұр. Енді тяговый шерлесін салып, тағы да тексеріп көреміз. Тяговый шерленің мына несін питагын тазалап кешегі айтқан. Жалтыратып қойдым мына жерін. Күшті болды мынау деген. Сосын мынау айтқан болт теріс айналдырып салдым. Мына желінген жағы мына жағы шеті. Мынаның мына шеті желінген жағы. Сыртқа қарай қаратып жібердім де, мына желінбеген новый жағы мына қыртыс болып тұрған. Ішке қараттым. Себебі мұны мынаған келіп тиеді былай. Қапқан кезде мына екі плюсті біріне-бірін жалғайды ғой. Сосын мына жерде мына резьбісі шамалы мынаның. Мына болт мұнда тұрды, мына болт мұнда қойдым. Сосын мына жерге мынандай жіңішке контур гайка салдым мына. Мына жерде неге десең бізге
4 па 5 па резьба ілетін болды. Алдында мына жер жайнап қалған, бұл қыспайды. Сол себепті мынаны мен өзім мына неге сәртіре қыстырып беріп жіберемін. Мынаны уже основной клемміге аккумулятордан келетін плюске жалғайды ғой. Сонда мынау жақсы жұмыс жасайтын болады. Стартердің тяговый шеврелесін салып, толығымен жинап алып келіп, тексеруге қосып қойдым. Массаны әкеліп қойдым. Аккумулятордан келетін плюс, мынау замок зажигательден келетін плюс. Қазір қосып көреміз, бисмилля. Сәртер өте жақсы жұмыс жасап тұр.